Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Сіздермен бірге ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттіліктерін арттыруға арналған канал Сандуғаш Қадырғалиевна. Менің YouTube каналымнан заманауи платформалармен жұмыс, трендтегі әдіс, креативті презентациялар топтамасы мен қажетті дүниелеріңізді таба аласыздар. Бүгінгі менің сіздерге ұсынатын әдісім шындық жалған деп аталады. Бұл әдістің қандай артықшылықтары бар? Яғни бұл әдісті біз кез келген сабақта қолдана аламыз. Ешқандай да қосымшаларды, интернетті, қандай да бір платформаға кіруді талап етпейді. Өйткені бұл жерде дайын шаблон және оқушылардың бұл әдісті қолдану арқылы пәнге деген қызығушылығын арттырамыз. Әдісті біз интерактивті тақтада көрсету арқылы ұсынсақ болады және бұл әдісті сыныптан тыс шара ретінде немесе күнделікті сабағымызда сабақты бекіту, өткен тақырыпты қайталау аясында қолдансаңыздар болады. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай 15 жұлдызша берілген, сәйкесінше ол 15 сұраққа тең дегенді білдіреді. Бірінші жұлдызшаны басатын болсақ, бізде сұрақ ашылады. Бірінші сұрақ: Абай Құнанбайұлының азан шақырып қойған аты Ибрахим бе? Егер оқушы шындық деп ойласа, онда жасыл түсті құс белгіні басамыз. Иә, дұрыс жауап. Абай Құнанбайұлының азан шақырып қойған аты Ибрахим. Әжесі Зере еркелетіп Абай деген. Содан айналасындағылардың барлығы Абай атап кеткен. Дұрыс жауап берді, сәйкесінше сіз тағы да қосымша мәлімет бердіңіз. Мына жердегі сары жұлдызшаның ішіндегі стрелканы басу арқылы қайтадан біз негізгі бетімізге оралатын боламыз. Енді біз екінші жұлдызшадағы сұрақты ашайық. Мұнда өзіміздің сұрағымызды жазамыз. Егер оқушылар сұрақты жалған деп ойласа, X деген батырманы басады. Сол кезде жоқ, жауап қате деген шығады. Бұл жерде жауап қате болса, осы текстің орнына дұрыс жауабын көрсетуіміз қажет. Енді біз осыны қалай өзіміздің пәнімізге, өзіміздің сабағымыздың тақырыбына қарай реттесек болады. Ол үшін кәдімгі өте қарапайым PowerPoint-та кез келген педагог меңгеруі тиіс. Мұнда сұрақты жазыңыз деген жерге біз өзіміздің сұрағымызды жазамыз. Мысалы, біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы қабылдаймыз. Біз сұрағымызды енгіздік. Әдетте дұрыс. Енді оның астындағы дұрыс жауап деген жерге иә деп өзгертеміз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы қабылдаймыз. Болды? Ал қате жауап дегенге осылай дайын болды. Енді келесі тағы бір сұрақты көрсете өтейін. Компьютердің миы процессор ма? Иә, бұл жерде ақиқат, сондықтан бұл жерге жазамыз. Ал жоқ деген жерге міне осылай жауап бердік. Енді біз қарап көрейік. Басынан бастап қарап көрейік. Яғни біз үшінші сұрақты жаңа біз жасап өттік. Үшінші сұраққа барамыз. Компьютердің миы процессор ма? Бізде әлбетте дұрыс, процессор, ақиқат. Я, компьютердің миы процессор. Қайтадан келеміз, қайтадан басайық. Компьютердің миы процессор ма? Бала ойланып жалған деп қалса, X-ті бассақ, жоқ, жауап қате. Компьютердің миы процессор болып табылады деген жауап шықты. Енді барлық алгоритмі түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді қандай да бір сұрақты қазір ашып көрейік. Мысалы, 8-ші сұрақты ашатын болсақ, мұнда біз сұрақты жазуымыз керек. Егер ол ақиқат болса, мұнда біз дұрыс жауабын жазамыз. Қайтадан келеміз. Егер жалғанды таңдаса, онда ол жер жауап қате деп мына жерге дұрыс жауабын көрсетсек болады. Жалпы бұл әдіс сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Өйткені ол кез келген тақырыпқа, кез келген пәнге келе береді. Сондықтан бұл шаблонды тегін алудың сілтемесін төменде қалдырамын. Осыны пайдаланып өзіңіздің сабағыңызда
тағы да бір қызықты әдіспен толтырсаңыз болады. Немесе сыныптан тыс шараға, немесе сынып жетекші болсаңыз, сынып сағатыңызда түрлі тәрбие сағаттарын өткізген кезде қолдансаңыз болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, өзге әріптестерге бөлісуді ұмытпаңыз.